Сәлеметсіздер ме балалар, біз бүгін сендермен логикалық операторлардың ішіндегі салыстыру операторлары туралы өтетін боламыз. Салыстыру операторлары ол бізде сол жақтағы мән мен оң жақтағы мәннен кем, сол жақтағы мән оң жақтағы мәннен артық, екі мән тең деген операторлар блогынан тұратын болады. Түсінікті, сендерге бұл тақырып түсінікті болу үшін біз бірінші Scratch бағдарламасынан программа жасап бірге түсінейік. Ол үшін Scratch'іміздің онлайн түрін ашып аламыз. Мен сендермен бірге жұмыс жасап отырайын. Scratch'іміздің онлайн түрін ашып алайық интернеттен. Scratch онлайн түсінікті болу үшін салыстыру операторларын онлайн Scratch'ында ашылуда. Өзіміздің бағдарламамызды құру үшін біз мына батырманы басып Scratch'іміздің жаңа терезесін ашып алайық. Scratch'іміз ашылғанда бізде ең бірінші мысық спрайт тұрады. Назар аударайық, 14-ші суреттегі салыстыру операторларын қолдану мысалын құрастыратын боламыз сендермен. Яғни суретте бізде спрайт қыз, біз оны мына жерден мысықты өшіріп, мына спрайттардың ішінен қызды таңдап алайық. Қызды таңдап алдық, ол спрайт бізде қойылды. Енді спрайтымыз дайын. Енді программаға назар аударайық. Бізде қандай программа болмасын, ең бірінші жасыл жолаушыны басқанда жұмыс жасайды, сондықтан осы блокты қоямыз. Одан кейін сәлем дегенде 2 секунд бойы айту. Ол бізде екінші блокта орналасқан. Қазақша жазайық. Өшіреміз. Сәлем 2 секунд. 2 секунд бойы сәлем деген сөзді айту. Одан кейін анар нөл мәнін беру. Ол бізде 9-шы блокта орналасқан. Мына жерден екінші түрін қойып, мына жердегі атты өзгертеміз. Ол үшін білет басқанда тінтуірді сол жағын мынандай командалар шығады. Ол жерден атын өзгерту командасын таңдаймыз. Мына атын өзгертеміз, анар деп. Анар нөл мәнін беру блогын қойдық. Келесі бізде диастың жасын сұрау және күту дейді. Ол бізде сенсоры деген блокта орналасқан. Міне. Диастың жасын сұрау және күту. Диастың жасы нешеде? Диастың жасы нешеде? Жақсы. Одан кейін диас жауап мәнін беру. Енді мына жерге назар аударайық. Бізде мына жерде анар тек бір ғана кейіпкердің аты жазылып тұр. Екінші диас бізде жоқ. Сондықтан да мына жерде жаңадан диас кейіпкерін құраймыз. Сондықтан да біз мына жерде создать батырмасын басып, диас кейіпкерін құрайық. Диас. Міне бізде екі кейіпкер пайда болды. Анар және диас. Екеуін де таңдай саламыз. Енді біз келесі блокты қарайық. Міне диас жауап мәнін беру дейді. Мына блокты қоямыз. Мына жерден біз диасты таңдаймыз. Значение 0 болмайды бізде. Сенсордан барып ответ дегенді қоямыз. Жауапты береді. Диас жауап жазамыз. Келесі анардың жасын сұрау және күту дейді. Тағы да. Енді біз анардың жасын сұраймыз. Анардың жасы нешеде? 45. Тастайық бака.
Тағы да тура солай. Бұл жолы Анар. Анар жауап береді. Ответ. Жақсы. Анар жауап мәнін беру. Қысқаша диалогымыз құрылды. Енді салыстыру блогына енді көшетін боламыз. Бізде келесі блок управление басқару блогында. Егер онда әйтпесе блогын қойық. Мына блокты құрамыз. Келесі. Егер Анар тең Диас онда дейді. Енді оператор блогына барып, теңді қоямыз. Тең салыстыру операторын қоямыз. Мына жерге өзіміз жаза алмаймыз. Сондықтан да 9-шы блокқа барып, Анар тең Диас. Онда Диас Анармен жасты. Бізде ол күлгін түсте. Сказать. Жазайық осы. Диас Анармен жасты. Енді әйтпесе, мына жерге ешқандай біз операторлар блогын қоя алмаймыз, ешқандай блог қоя алмаймыз. Сондықтан да әйтпесе, мына жерге управление басқару бағдарламасына барып, қайттан сол блокты мына жерге қоямыз. Қарап алыңдар. Иначе астына тағы да сол блокты қоямыз. Орналасты. Әйтпесе, егер Анар, тағы да салыстыру блогына барамыз. Кітапханадар аударайық. Артыққа. Осы салыстыру операторын қоямыз. Анар Диас дайын блокты қоямыз. Жазбаймыз мына жерге. Анар артық Диас. Онда Диас Анардан үлкен дейді. Ол бізде мына жерде. Диас Анардан үлкен. Әйтпесе, Диас Анардан кіші деп айту дейді. Тағыдан осы блокты қоямыз. Диас Анардан кіші болды. Болды, осымен қарапайым бағдарламамыз құрастырды. Енді жұмыс жасап тұрғанын көрейік. Сәлем, Диастың жасы нешеде? Диастың жасын беріп көрейік. 5-те дейік. Анардың жасы нешеде? Анардың да жасын 5-те деп көрейік. Бізде Диас Анармен жасты. Мәніміз шықты. Салыстыруымыз орындалды. Тағы да мысал. Сәлем. Диастың жасы нешеде? Диасқа 6 жасты беріп көрейік. Анарға 7 жасты беріп көрейік. Тексереміз. Диас Анардан кіші. Дұрыс. Келесі. Сәлем. Диастың жасы нешеде? Диастың жасы 10-да. Анардың жасы 5-те. Диас Анардан үлкен. Жақсы. Бізге спрайтымыз бір жауап беріп тұр. Салыстыру операторын орындап тұр. Артық, кем, үлкен, тең операторлары орындалды. Программамыз дұрыс құрылды. Енді үйде компьютер ноутбук болатын болса, өздерің тура осылай кейіпкерлердің атын өзгертіп, немесе жастарын өзгертіп құрастыруларыңа болады. Біз сендермен Диастың Анардан
үлкен немесе кіші немесе жасты екенін білдік. Сол бағдарламаны құрдық. Сабағымыз түсінікті болса, жақсы, сау болыңдар.